Біздің тізімдегі НЛО-ны соңғы рет көруден бастайық. Бұл Ұлыбританияның Донкастер әуежайында түсірілген қызықты видео. Жергілікті әке мен бала келе жатқан ұшақтарға қарап, олар жақындап келе жатқан ұшақты түсіре бастады. Алайда ол куәгерге белгісіз баяу қозғалысты қосты. Бұл бейнелер орнатылған кезде ойластырылғаннан әлдеқайда баяу болғанын білдірді. Алайда, осының арқасында ерлі-зайыптылар дисплей түріндегі бір түрлі нысанды экранның артында жүгіріп келе жатқанын көре алды. Олар оны жалаңаш көзбен көрмеді. Алайда, олар оған қараған сағын оның құс емес екеніне сенімді бола бастады. Видео интернетте пайда бола салысымен, НЛО-ның көптеген зерттеушілері видеоның қаншалықты сенімді екенін тез айтты. Оның қозғалатын түзу сызықты қозғалысына және тым жылдам қозғалуына байланысты. Осы жылдар ішінде халықаралық ғарыш станциясының тікелей эфирінен түсірілген көптеген НЛО көріністері болды. 2020 жылдың ақпан айының соңында олардың соңғысының бірі ашылады. Интернетте дереу пайда болған кадрға автобус көлеміндегі зат болып көрінетін нәрсені қалай қосатынын көрсетеді. Оның үстіне, ол ғарыш станциясының өзіне қарай бет алған сияқты. Ол тіпті 20 минут бойы көз алдында қалады. Осы сияқты көптеген басқа жағдайлар сияқты, таңқаларлық объект бөтен кеме ме? Әлде американдық әскері немесе ғарыштық бағдарламаның құпия ғарыш кемесі ме деген пікірлерде айырмашылық бар. Бұл маңызды ма? Маңызды емес пе? НАСА-да, ғарыш станциясы да бұл заттың қандай болуы мүмкін екендігі туралы ештеңе айтқан жоқ. Мүмкін, бұл үнсіздік бізге білуіміз керек барлық нәрсені айтуы мүмкін. Мүмкін, НЛО 2019 жылы ақпанда елдер футбол ойыны кезінде Медоу парк стадионында байқаған нәрсе, сол кездегі ойын теледидардан көрсетілсе, одан да қызықты болады. Бұл стадионда болғандардың куә болғанын ғана емес, және мүмкін, олардың өздері де түсірілімге қол жеткізді, ғана емес, сонымен қатар көп адамдар бұл затты өз үйлерінің ыңғайлылығынан көрді. Шын мәнінде, матчты кездейсоқ бақылап отырған, көрермен Лондонда қызғылт сары түсті допты бірінші болып алаңның үстінен байқады. Біз бұл байқаудың дұрыстығына қатысты көптеген даулар болғанын елестете аламыз. Көбісі бұл объекті аймақтағы дроннан басқа ештеңе емес деп сенді. Егер бұл бөтен кеме болса, онда толып жатқан стадионға жақындағанға не себеп болды? Бұл шетелдіктердің тыңшылық миссиясының бөлігі болуы мүмкін бе? НЛО-ның ерекше қызықты көрінісі 2020 жылдың 7 шілдесінде Германиядағы американдық базада, Шпангдахалмавера базасы, тіркелді. Диск тәрізді нысан шағын ұшаққа өте жақын ұшып бара жатқан кезде түсірілген. Бұл бейнені көргендердің көпшілігіне ұшқыштардың бейтаныс кемені көрген-көрмегенін сұрауға термелеген. Бұл диск тәрізді зат жазықтықты қоршап тұрғанын көргенде, бұл әлдеқайда ықтимал сияқты. Бақылауға қатысты зерттеулер көп. Мысалы, ұшақ бұл аймақты ұстау миссиясының бөлігі болды ма? Олай болса, базада жұмыс істейтін неміс әскерилері бұл оқиға туралы не біледі? Бұл шынымен де өте құпия соғыс машинасы бола ала ма? Біздің тізімдегі көптеген басқа бақылаулар сияқты, басқа да көптеген ұқсас оқиғалар тіркелді. Әскери, әуе күштерінің базаларында НЛО көріністері көптеген жылдар бойы жазылған. Дереккөз https НЛО Mirror Video Top 5 НЛО HTML. Оңтүстік Уэльсте демалыста болған кезде,
Куәгер аспандағы екі НЛО суретін түсіріп алды. Кейбір НЛО зерттеушілері бұл кадрлар бұрын, соңды түсірілген күндізгі ең таза кадр болғанын атады. Ең қызығы, бұл екі НЛО бірінен ерекшеленеді. Біреуі диск тәрізді, ал екіншісі ағын үшбұрышты болып көрінеді. Біз ескеруіміз керек бір нәрсе, және біздің тізімімізде кеңірек балда болатын нәрсе, бұл көптеген адамдар НЛО науада өзгеріп жатқанын көреміз деп мәлімделді. Осыны ескере отырып, олар НЛО-ның екі түрлі түрі болудың орнына, олардың әрқайсысын басқа формада басып алған болуы мүмкін бе? Куәгердің айтуынша, олар НЛО-ны 5 минут шамасында бақылап, ақыры алысқа жоғалып кеткен. Кадрлар біраз уақыт зерттелетіні сөзсіз. Егер ең қорқынышты видеоларды көргің келсе, менің каналыма кіріп көрсең болады. Және осы видеоның жалғасын көргің келсе, 200 лайк жинап кет. Ол үшін жай ғана лайк бас.